Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ әрі тез дайындалатын кекстің рецептімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті дүниелер: қант, сүт, жұмыртқа, сары май, разрыхлитель, ұн және керегінше мейіз. Бөлме температурасында еріген сары майымызға қантымызды және жұмыртқамызды қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаның үстіне 53-тен өткізілген ұнымызды қосамыз және 2 шай қасық разрыхлительді қосамыз. Және барлығын жақсылап қасықпен болмаса силиконовый лопаткаменен барлығын араластырып аламыз. Және сүтімізді де қосамыз. Егер мына массамыз сұйықтау болып шығып жатса, 1-2 ас қасық ұнды қосып, қайтадан барлығын жақсылап араластырамыз. Сәл сұйықтау болу керек. Оның көп қосып жібермеуге тырысыңыздар. Және керегінше мейізді қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Дайын болған массамызды арнайы кондитерлік мешокке, болмаса қасықпенен формаға жартылай ғана салып шығамыз. Барлық формаға салып біткен соң, видеода көрсетілгендей етіп сілкілеп аламыз. Өйткені барлығы тығыздалып, кекстарымыз әдемі көтеріліп шығады. Формамызға толтырылып дайын болған массамызды 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа салып аламыз. Пісіріп дайын болғанын ағаш шпажка арқылы білуге болады. Пештен шыққан кекстеріміздің үстіне әдемілігі үшін сахарный пудра, яғни қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Осындай дәмді әрі жұмсақ, бір жасағаннан тез шығатын кекстерімізді дайындап көріңіздер. Каналым қызық болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Жасап көріңіздер. Ас болсын.